Бекзаттың әйелі төркінге кеткеніне бүгін 7-ші күн. Үй тып-тыныш. Қазан қайнамайды, бала күлмейді, кір жуылмайды. Бірақ тоңазытқышқа қарасаң, іші толы, енесі кетерінде дорба-дорба ет әкеліп тастап кеткен. Бекзат күндіз жұмысқа барып, кешке үйге келіп, ет асып жеп, теледидарға қарап, қайта ұйықтайды. Бірақ неге екенін білмейді, іші алай-дүлей, жүрегі бірдеңе іздегендей. Сол күні түнде көрші подъездегі қыз Жаннұрмен бірінші рет көзі түйісті. Қыз кешкі уақытта дүкенге шыққанда үстінде қысқа шорты, иығы ашық футболка. Көз жанарын тартып, жүректі бір түртіп өткен еді. «Аға, ассалаумағалейкум», деді Жаннұр, тәтті жымиып. «Уағалейкум ассалам», деді Бекзат көзін тайдырып. Қыздың даусы құлағында қалып қойды. Келесі күндері Бекзат кешке қарай әдейі подъезде жүретінді шығарды. Бірде жедел сатымен бірге түсті, бірде дүкенге бірге барды. Жаннұр үндемейтін, бірақ үнемі күлімдеп тұратын. Жасы 19-дан енді асқан, колледжде оқиды екен. Анасы шетелде, өзі әжесімен тұрады. Сол бір кеште Жаннұр үйінің алдында отырып көзінен жас сығып отырғанын көріп қалды. «Не болды, қарындас?» деді Бекзат жақындап. «Ештеңе. Жай, жалғыздықтан жалықтым». Бекзаттың жүрегі дір етті. Өзі де дәл солай сезініп жүрген. Екеуі үнсіз отырды. Сол үнсіздік екеуінде жақындатты. Бекзат бір күні ет асып артық пісіріп қойғанын айтып, Жаннұрды кешкі асқа шақырды. Қыз алғашында тартынды, бірақ келісті. Ас үстінде екеуі көп сөйлесті. Қыз шын жүректен сыр ақтарды. Ал Бекзат ішіндегі бос орнын толтырғандай болды. Сол түн қас қағымда келді. Кино көріп отырып, қыздың иығына еппен қолын салған Бекзат, оның үндемегенін пайдаланып, шашынан иіскеді. Жаннұр алғашында шошынғандай болды, бірақ кейін мойнын бұрып: «Саған жақын болғым келеді», деді жай ғана. Сол сәт екеуінің де шекарасы бұзылған шақ еді. Сол түн екеуі бәрін ұмытты. Тыйым, жауапкершілік, неке, бәрі ұмыт болды. Бекзат алғаш рет әйелінен өзге жанға тәнін ашты. Жаннұр үшін бұл алғаш рет еді. Ол сенді. Ол өз сезімін шынайы деп білді. Таңертең оянғанда Бекзат алғашында өзін кінәлі сезінді. Бірақ Жаннұрдың жалаңаш иығына қарап, өз еркектік болмысын қайта қуаттады. Ол өзін әлде қайда жас, еркін, тірі сезінді. Бір аптадан соң әйелі хабарласып, ертесі үйге қайтам деді. Сол түнде Бекзат Жаннұрға: «Бұлай жалғаса алмайды», деді. Қыз үндемеді. Жымиып: «Мен бұның боларын сездім. Бірақ сенің назарың, еркектік мейірің маған керек болды. Енді өз жолыммен кетем. Сен де өз өміріңе орал», деді. Сол түні қыз есіктен үнсіз шығып кетті. 6 бөлім, кір жуылған, дастархан жайылған үй. Әйелі үйге оралды. Үй қайтадан қазанның иісіне толды. Балалар күліп жүр. Бірақ Бекзаттың көзінде бір өзгеріс бар еді. Ол енді әйеліне мейірімді бола бастады. Үндемейтін, бірақ көмектесетін. Үйге ерте келетін. Өзін басқа қырынан танытқанын сезді. Бірақ ішінде бір бұрыш бос күйде қалды. Бір күні дүкенге барғанда бір таныс иіс мұрнын жарып өтті. Артқа қараса жоқ, ешкім жоқ. Бірақ ол біледі, бұл Жаннұрдың иісі еді. Лимон мен иланг-иланг иісі. Қыздың өзі жоқ, бірақ сезімі мен естелігі жүрегінің түбінде сақталып қалды. Сол бір түн, сол бір наз өмірінде, еркектігінде қайта оятқан еді. Күндер өтті. Апталар өтті. Бекзат бәрін ұмытқандай кейіп танытқанымен, түнгі үнсіздік тағы сол Жаннұрдың елесін алып келетін. Әйелі қасында ұйықтап жатса да, оның көз алдына жас, нәзік тән, жас қыздың иісінен тұншыға жаздаған кештер жиі келетін. Кейде өзі жиіркенетін. Кейде сол сәттерді сағынатын. Мен кінәлімін бе, әлде өмір өзі осындай ма деп ойлайтын. Бірақ жауап жоқ. Күз түскен шақта есік қаққандай болды. Ашса, Жаннұр өзгерген, басына орамал салған. Көзінде бұрынғы от жоқ, орнына салмақ пен сабыр пайда болған. Қолында қағаз. «Аға, сізден ештеңе сұрамаймын. Мынау баламның сараптамасы.
Сіз әке боласыз. Бекзаттың қолы дір етті. Қағазды ала алмай қалды. Мен сізді мазаламаймын. Бірақ шындықты білуге тиіссіз. Деді де бұрылып кетті. Сол күннен кейін Бекзат өмірінде алғаш рет шын мағынада түн ұйқысын төрт бөлді. Өз баласы. Бірақ әйелі мен балаларына не айтады? Кей түнде көрпесін бүркеніп іштей жылайтын. Мен қалай осынша сорлыға айналдым? Менің әлсіздігім бір адамның тағдырын бұзды ма? Жаннұрдың баласы әкесіз өссе, мен адаммын ба? Ақыры бір шешімге келді. Жаннұрға қоңырау шалды. Қыз алмады. Хабарлама жазды. Баламның өміріне жауаптымын. Сен рұқсат етсең, оның көлеңкесі болсам да, өмірінен алыстамаймын. Жаннұр тек бір жауап жазды. Көлеңке емес, тірегі бол. Әйтпесе, мен де тірі қалмаймын. Бекзат бәрін әйеліне айтты. Көз жасында, шындығында жасырмады. Әйелі алғашында сенбей жылады. Содан соң, мен кетемін. Бірақ балаларыңа әке болып қала бер. Мені жоғалттың, енді өз арыңды жоғалтпа, деді. Үйден кеткен соң, Бекзат көз жасын балаларының көзінше тұншықтырып жұтты. Айлар өтіп Жаннұр босанды. Ұл бала. Көздері тура Бекзаттікіндей Жаннұр баласын құшағына алып жымиып. Бұл бала менің таңдауым емес, тағдырым еді. Ал сен кеште болса, ардан аттамадың. Бекзат үнсіз баланы қолына алды. Ішінен тек бір ауыз сөз күбірледі. Кешір. Бекзат екі үйге де керек адамға айналды. Бірақ өмірі ешқашан бұрынғыдай болмады. Екі түрлі махаббат, екі түрлі қателік, екі түрлі жүрек. Бірақ бір тағдыр. Бір түндік әлсіздік, бір өмірлік жауапкершілікке айналды. Бекзат шындығын айтқан соң үйінен кетіп қалды. Бірақ бұрынғыдай күнде келіп кешірім сұрап қайтып оралуға тырыспады. Тек бір-ақ рет хабарласып, мен өз таңдауыма жауап берем. Өмірімді өтірікпен емес, шындықпен сүргім келеді деді. Сол сәтте әйелі Жаннұрдың жеңгенін білді. Күйеуін тартып алған емес, жүрегін алып кеткен әйелмен күресудің мәні қалмағандай еді. Бірақ сонда да көнбеді. Соңғы рет жолықтырып, бізде бала бар, отбасы бар. Ол сен емес пе ең? Бекзат, мені осынша жыл өтірікпен сүйіп келдің бе? Деп жылады. Бекзат жауап қатпады. Тек көзіне қарап. Мен шаршадым. Жаннұр мені тірі сездіреді. Мен өзімді еркек ретінде алғаш рет соның жанында таныдым. Сен жақсы әйелсің. Бірақ мен енді сенің лайықты ерің емеспін деді. Сол кеткеннен Бекзат қайтып оралмады. Әйелі оны күтіп жүрді. Балалардың суретін жіберді. Үйдің ескі видеоларын жолдады. Бір күні хат жазды. Мен сені жек көріп кетсем оңай болар еді. Бірақ мен сені әлі де жақсы көрем. Бірақ өзіңнен бұрын өз әлсіздігіңді сүйесің. Бекзат Жаннұрмен тұрмыс құрып кетті. Бірақ ол жақта да бәрі ертегі емес еді. Себебі махаббат күнделікті шай-шаңмен бірге сүріледі. Бірақ Бекзат бәріне төзді. Себебі ол бұл жолы өз таңдауы үшін өмір сүріп жатыр. Жаннұр баласын өсіріп қарапайым келін атанды. Бірақ оның жүрегінде де шемен бар еді. Ол бір әйелдің көз жасымен келген махаббаттың ішкі күйігі. Бекзаттың бұрынғы әйелі енді оны іздемейтін болды. Терезе алдында күнде отыратын әдеті де жоғалды. Бірақ кейде кешкі уақытта теледидардан жанұя, басты байлық деген бір жарнама шыққанда көзіне жас келетін. Ең құнды дүниені өз аяғыммен шығарып салдым деп сыбырлайтын. Бірақ ол енді күресуден шаршады. Бекзаттың үлкен ұлы есейіп, әке қайда? Деп сұрады. Анасы. Ол басқа таңдауды дұрыс деп шешті деп қана жауап берді. Бала үндемеді. Бірақ сол сәттен бастап әкесін атамайтын болды. Көзінен жек көру емес, салқындық кетті. Жылдар өтті. Бекзаттың шашына ақ түсті. Қолында Жаннұрдың баласы ойнап жүр. Кенет көз алдына ескі үй, балалары, терезеден қарап тұрған әйел бейнесі елестейді. Бәріміз бақытты бола алмадық. Біреудің бақыты, біреудің трагедиясына айналды деп ішінен күбірледі. Кей махаббаттар жүрекке емес, жауапкершілікке адал болуды талап етеді. Ал кей адамдар адалдыққа емес, өз құмарлығына адал болады.